ма? Кешіріңізші. Мен сен бастығын айтып жұмыстан шығартам. Бастығының кабинеті қақта? Ана жерде. Ей, тықылдатып кірмейсіңдер ма? Өзіміз білеміз. Сіздің мына жердегі жұмысшыларыңыздың барлығын ауыстыру керек. Оның орнына өзімізді сынамыз, келісесіз бе? Келістім. Естеріңде ма? Бәріміз бірге жүрген едік, дос едік. Бір ақша үшін бәріміз бөлініп кетті ғой ақшаға. Жаман мен жақсылық сияқты, ақ пен қара сияқты, аналар жақсылық істеп жүрген сияқты, біз жаман жолда жүрген сияқтымыз. Соны айтамын, Нұрбектің есіммен екі топқа бөлініп кеттік қой. Қазір Нұрбек те жоқ, ақша да жоқ. Айтпақшы, ана жанайым естеріңде ма? Сол Нұрбектің камерадан ақша ұрлағанын көріп еді ғой. Сол Нұрбек басқа біреуге ақшаны апарып берген шығар. Жотам кімге не болған бар? Айтсаңдаршы. Мен жайлы жолда Нұрбекті өлген, кетіп Нұрбектің ісін тұрып қайтайық. Сақын, ақшам қайда тық қойдың? Сен неге ол ақшаны біреуге бересің? Біз өзіміз жаратамыз деп шешіп едік па? Сен сатқын егелдің ғой? Тоқтамас, бір нәрсе айтқым келеді. Мен ешкімді де сатқан жоқпын. Ол ақшаны біз адал еңбекпен тапқан жоқпыз. Еще ол ақша қазір менде емес, мені алдап кетті. Бар шындығым осы. Жарайды, біз саған сенеміз. Жүрген анау ақшаны табар. Ал егер де таппасаң өлдім дей бер. Жігіттер, әңгіме былай. Менің бір қыз серіктесім болған. Мен оған сумканы бердім. Ол маған сумканы қайтаратын кезде сумканы ауыстырып, мені алдады. Ақшаны және сумканы табуға көмектесесіңдер ма? Болады жігіттер, біз кеттік. Соны айтамыз, бір екі Хабар жаздық. Кешегі планды білесің ғой? Сол бойынша жұмыс істейміз бе? Тура солай. Тогда іске кірісе береміз бе? Мақұл. Жатамын, сет басып өзіңе ма? Өзіңде шығар. Мен қазір басықпен араласып жатқан жоқпын. Осы қашаққа өтіп кетті. Менің де достарым қосып кетті. Негізі біз алдында Темірлан екеуміз тауарды алған адамды іздегенбіз. Мен негізі оның қайда екенін білемін. Егер келсем десеңдер, соны бірге іздейік. Абай, бұлар аман алған ма? Обедтің сағаты боқ қапты екен ғой. Жүр тамақтанып келейік. Жоқ, мен жұмыстарым көп. Жарайды, кофе әкеле салшы. Жарайды. Ана жанайым емес пе? Кеттік. Жанайым. Қалайсың? Қалайсың? Жотам не істеп жүрсіңдер? Осы магазинде сеніммен бітіріп жүрген ғой. Жотам жағдайларың қалай? Көрінбей кеттіңдер ғой? Айтпақшы, ақшаны қай қалыпты? Бұл мен досым. Бұны просто алдап кетіпті бір қыз. Орнына басқа сізді бермейді, кажется. Айтпақшы, шанс қой. Бұл мен сенерім Раяна. Бұққандап жақсы. Давайте. Біз асыл сетік. Жанайымды кездесіп қалғанымыз ше? Сен оң қоя берші, ана бастықты не істейміз? Бастықты қоя берші, оны бір аудан ғой. Мақұл. Анамен кездесетін болдық па? Кеп қалатын жақ.
сол қызбен кездесіп анау ақша табу керек анау қызды. Иә. Бізде алдағы күндерге мынандай бір жоспарлар бар. Ол үшін сіз мына жерге қол қоясыз, сосын ертеңгі күні бір компания егер мүмкін болса, оны шақырып сөйлесек. Аружан, шық. Қой тұрш. Тағы бір айта кететін жайт, сіз іздеп жүрген сөмкені Нұрбек деген бала әкеп берді. Оны ұрыстырып алған адамды мен білемін. Соны тауып әкеп берсем сотта. Рұқсат. Менен маған қол қойсаңыз болды. Қасеке. Сәлем достар. Біз сияқты актері, актриса болғыларыңыз келсе, Мейрам академиясына келіңіздер. Бізде дәл қазір кастинг болып жатыр. Егер осы сериалдың жалғасын көргіңіз келсе, подписаться етіп лайк қойыңыз. Біз сені күтеміз.